Сәлем достар, бүгін сүттен жұмсақ, хош иісті пряник дайындаймыз. Әдемі әрі дәмді етіп шығарамыз дүкендегідей. Алдымен ыдысқа ұн, қант және ванилин салып, жақсылап араластырамыз. Енді ыстық сүтті үстінен құйып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Енді жұмыртқаның сары уызын сұйық май құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Бөлек ыдыстағы ұнға қопсытқыш саламыз, жақсылап араластырып аламыз да аз-аздан ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамыр жұмсақ, қолға жабысып тұруы керек. Қамырды екі бөлікке бөліп, мешочкқа салып 10-15 минут тынықтырып аламыз. Біздің қамыр жұмыс жасауға дайын. Енді ұн сеуіп, жұқалап жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Енді арнайы қалыппен немесе стаканмен кесіп аламыз. Пергамент төселген табаға тізіп шығамыз да, қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Пряниктеріміз алтын түске енгенше қызартып пісіріп аламыз. Пісіп шыққан дайын пряниктерімізді ыдысқа салып, жақсылап суытып аламыз. Пряниктерімізге глазурь жасаймыз. Глазурь жасау үшін жұмыртқаның ақ уызын жақсылап миксерлейміз. Содан кейін аз-аздан қант ұнтағын қосып, қоюланғанша миксерлеп аламыз. Біздің глазурь дайын болғанын қалай тексереміз? Глазурь дайын болса, ол бал сияқты созылып тұруы керек, немесе ыдысты төңкерген кезде ағып кетпеуі керек. Глазурь дайын, пряниктер суып, енді пряниктерді глазурьге салып аунатып аламыз, немесе кисточкамен сыртын майдалап аламыз. Міне біздің пряниктер дайын. Глазурьді аздап қатырамыз. Ол үшін духовканың решеткасын қолдансаңыз болады. Сонда сыртынан жылтыр, іші жұмсақ пряник шығады. Міне сүттен жасалған үй прянигі, дәмі ерекше, иісі тамаша. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ақгүл. Келесі видеода кездескенше.